Ассалаумағалейкум, біздің баға арнасының көрермендері. Бүгін сіздерге Шымкент қаласындағы Toyota Tested автокөлік салонындағы жүрілген көліктердің бағасын көрсететін боламыз. Біздің баға каналына тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны белгілеп қойыңыздар. Достар, біздің 80% көрермендеріміз біздің каналға тіркелмей көреді екен видеомызды. Сондықтан подписация кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің шығарылымдарды бірінші болып көресіздер. Және видео ұнап жатса, соңында лайк басып, жақсы бір 3-4 комментарий қалдырып кетсеңіздер, бізге деген үлкен көмек болар еді. Жүрілген автокөліктердің бағаларын сіздерге айтатын болған. 2.850.000 люкс черный ткань дейді, 2014 жылғы 155.000 жүрген осындай қара Лада автокөлігі бар. Көрсеңізде болады. Шымкентте ауа райы түсініксіз болып тұр. Равон R4 комплектация люкс 2017 жылғы 160.000 жүрген. 1,5 куб кредитке де болады екен мұнда. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Алдына кішкене ұшқан, енді таксиге салынған көлік сияқты. Осы автокөлікті көрсеңіздер болады. Тағы да Лада Приора автокөлігі. 2013 жылғы 242.000 жүрген, бензин, механика. Комплектация люкс екен бұл. Бұл автокөлік қалай? Дауыс дұрыс естілмеуі мүмкін, достар. Өйткені Шымкент қаласында қазір жел болып тұр. Мына 26 номердегі 14 автокөлігі. Бұның бағасы ақ түс 2012 111.000 жүрген, бензин 1,6 куб механика. Бұның бағасы 1.990.000 теңге. Чехол ішінде іші анық көрініп тұр деп ойлаймын. Салонын тазартып жуып қойыпты. Еваполик салып қойған екен. Здравствуйте. Здравствуй. Ассалаумалейкум. YouTube канал можно, да, снять? Вообще нет, запрещено. Можно на 10 минут? Хорошо. Можно, да? Да. Вот хорошо. Александр, братан, спасибо. Разрешение отдал. Ағай қазақша сүрегенді. Тағы да Лада автокөлігі, достар. 3 миллион теңге Калина, белый люкс комплектация, 152.000 жүрген. Коробка автомат. В кредит можно, да? Да, без проблем. Титановый диска. Вот салон чистенький. Орысша сөйлеп кеттік қой. Автомат. Осы автокөлік ұнаса, хабарласып, осы Шымкентке келсеңіздер болады, достар. Лада есть. Лада тұрмын. А вот эта цена, почем это? 4 миллион. Это на автомате. 200 000. Гранта, 20 год. 2020 жылғы гранта. Автомат дейді қорабы. А это какая комплектация? Люкс, да, это? Да, это люкс. С кондиционером на автомате. Подогрев сидений. Пробег сколько там? Пробег көрінбейді. А он там, по-моему, 21 тысяча. Да? 21.000 жүрілген автокөлік. Бізде максималды комплектацияның алдында Kia Rio люкс 2014 67.000 жүрген, 1,6 куб 5 миллион 300.000 теңге. Автокөліктің сыртқы жағдайы жаман емес. Сыртынан көрсетейін. Доңғалақтары титановый екен. Кейбір жерлер кожа сияқты. Мынаусы мата. Коробка автомат. Кондиционер. Бағалар ұшып тұр,
дәл қасында Mazda автокөлігі тұр. CX-7 комплектация люкс. 2013 жылға 107 мың жүрген 2.3 куб екен. Көлемі 2.3. Ішкі жағдайы көліктің жақсы сақталған, жақсы жуылып тұр, тап-таза. Көліктің артқы бөлігінде ешқандай жұмысы жоқ. Мына парк трониктері кішкене жырықтары бар сияқты. Бір қарағанда бүйтіп көрініп тұр көзге. А что у вас всегда так холодно, да? Нет? Только сегодня? Да, сегодня прохладно. Ну, последние дни. Это 7-местный, да? Да, 7-местный Ларгус. Лада Ларгус 7 орындық. Түсі әдемі, көк түс. Титановый дискі. 5 миллион 512 мың. 2019 63 мың жүрген. Мына ақшаға саламын, аша аласың ғой. Ева Полик. Іші тап-таза. Мына чехолдарды өзі осыған арнап тіккізген. 7 орындық. Көлік жақсы жағдайда сақталған. Это у нас Kia қандай? Спортыч. Kia Sportage автокөлігі. 12 жылғы екен. 7 миллион 100 мың. 160 мың жүрген 2.4. Коробка автомат. Доңғалақтары титановый. Мына жерлері пластмасс. Күн дұрыс көрсетпей жатса ренжімеңіздер. Барынша дұрыстап түсіруге тырысамын енді. Матасы әдемі екен салонның. Осылай мультируль. Осы автокөлік қызықтырса көмінде жазып кетіңіздер. Range Rover қай жылға? Сашада ұмытып қалды. 14 жылға 21 миллион 500 мың теңге. Двухэтажный коттедж алатын ақша. 2014 77 мың жүрген 3 куб автомат. Түсікті енді коробкасы. Есіктері зілдей. Салоны әдемі сақталған. Кожаный салон. Жұмыс жасап тұр екен барлығы. Ортасында подстаканник. Көліктің жағдайы жақсы. Жағдайы өте жақсы. Обмен жасауға болады. Сколько стоит? Недолго? Недолго? Да, ну, в принципе, здесь недолго можно сказать. Машинаның тұрғанда көп болған жоқ дейді, автокөліктің тұрғанда көп болған жоқ. Mitsubishi Pajero, я? Mitsubishi Pajero 8 миллион 600, 2008 240 мың жүрген 3 куб бензин. Қазір ішін түсіріп көрсетейін. Әдемі екен іші. Қасыма орыс жігіт беріп қойған, ол кісімен зорға сөйлесіп жүрмін. Автокөлік 5 орындық. Ан жақта бастықтар қарап тұр, түсіруге кішкене рұқсат бермей жатырмыз дейді. Мына жақта люкстер почем это? Это уже новых. Да. Примерно от 25. 25, 30, 35 миллион. Жаңа автокөліктердің 21, да? 20. Какие-то 20, какие-то 21. 20-да, 21 жылда бар екен. А это Шкода сколько стоит? 4,5. 4,5 миллион на Шкода. А қасындағысы Nissan? 3,5. 3,5 миллион тұрады. Акцент? 4,600. 4 миллион 600 мың теңге тұрады екен. Ойлаймын жағдайлары жақсы деп енді салонда барлығын тексеріп алады ғой.
сол достар, көп рахмет соңына дейін тамашалағандарыңызға. Енді мұнда автокөліктердің бағалары миға қонымсыз деп айтуға келмейді енді. Бірақ халықтың қалтасы көтере қоймайды, себебі кішкене қымбаттау сияқты. Одан қарағанда басқа базарлардан алған дұрыс сияқты.